Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің есімім Ләззат. Біз бүгін үй жағдайында чак-чак дайындайтын боламыз. Ол үшін біз 4 жұмыртқа алып, оны жарып, ыдысымызға саламыз. Және де оған шым-шым тұз қосып, оны араластырып, оған пищевой сода қосып араластырып, ұн қосып қамыр илейтін боламыз. Достар, менің видеомды толығымен қараңыздар. Және де менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осылайша біз қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа күйде илейтін боламыз. Достар, сіздер де осы чак-чакты үй жағдайында дайындаңыздар. Өте керемет болатынына сөз беремін. Сіздерге де, сіздің отбасы мүшелеріңізге де ұнайды деген сенімдемін. Осылайша қамырымызды 20 минутқа тындырып қоямыз да, одан кейін кеспелеуге кірісеміз. Қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Және де кеспелеген кезде де жіңішке етіп, жұқа етіп кеспелейтін боламыз. Достар, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесіде бұдан да қызықты видеолар саламын. Осы чак-чактың рецептісін описаниеге міндетті түрде жазып кететін боламын. Сіздер мен салған әр рецепті описаниеден көретін боласыздар. Және соған қарап пісірсеңіздер, өте керемет болып шығады. Осылайша қамырымызды кесіп алып, жіңішке етіп турайтын боламыз. Бірінші жаймамызды кесіп алғаннан кейін, екінші қамырымызды жайып, оны да дәл осылайша кесіп алатын боламыз. Содан соң біз қызып тұрған майға осы кесілген кеспелерімізді қуырып алатын боламыз. Сіздер қазанға өте көп мөлшерде кеспеден салмаңыздар. Кеспені жайлап отырып қуырамыз. Осы біздің чак-чагымызға кунжутты міндетті түрде қосыңыздар. Кунжут өте дәмді болып шығады. Чак-чакқа өте ерекше дәм береді. Біздің чак-чагымыз дайын, достар. Бір стакан су қайнатып, оның үстіне қант салып, біз сироп дайындаймыз. Одан соң оның үстіне таза медімізден салып, қайнататын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Біздің чак-чагымыз дайын болып қалды. Енді біз ыдысымызға чак-чакты салып, оның үстіне сиропымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін бір ыдысқа араласқан чак-чактарды орналастыратын боламыз. Оны кәдімгі тәрелкеге де салсаңыздар болады. Ал мен
бұл жерде 4 бұрышты форманы алдым және де оған астына қағаз салдым. Менің салған қағазым поклан деп аталады. Одан соң араласқан барлық чак-чакты орналастырып шығамыз. Чак-чакты орналастырғаннан кейін оны қолымызбен басып тығыздайтын боламыз. Осылайша басып тығыздағаннан кейін біздің чак-чагымыз бір-біріне жабысып керемет болады. Одан соң холодильникке салып қоямыз. Холодильникке салғаннан кейін чак-чак одан сайын бірігіп, қатты болып бір-бірінен ажырамайды. Бірақ жеген кезде өте жұмсақ, тіске басар болып саналады. Достар, міне біз холодильниктен чак-чагымызды алдық, енді кесетін боламыз. Қараңыздаршы, біздің чак-чагымыз өте керемет, өте дәмді болып шықты.